балалар жылында құқығын таптады ғой. Ақшолақ мектебінің алдына жиналған ата-аналар жүздерін жауып сұхбат берді. Айтуларынша 5-ші сыныптың оқушысы өзінен кіші балаларды зорлаған, күдікті отбасымен ауылдан көшсін деп талап етіп отыр. Дәретке жіберіп қоятын аха, дегенде мән берген жоқпыз. Оны бір ноябрь айында тексерткенбіз, біз іш құрылысын УЗИ-ге түсіргенбіз. Ол кезде ешқандай ақау жоқ деген. Бұл негізі 2021-дің сентябрь айында болған оқиға болып тұр. Содан басталған бұл. Сол кездері көп рет болды, папа ең бірінші кездерде деп бала өзі солай мойындап тұр маған. Ашынған ата-аналардың айтуынша жоғары сыныптың баласы оқушыларды осы орынға алып келіп, тиын тебендеріңді берем, тірлік істетемін деп, алдау арқылы арам ойын іске асырып келген екен. Жайлап отырып сөйлескенде айтты, мама, о бала бізге тиісет, боқтық сөздер айтады. Мынау бізде кафе бар ғой қазір, бәрі ескі болып қалған, сол жаққа туалеттеріне, әжетханасына апарып тиіседі екен. Бұтында аш деп жыныс мүшесін көрсетеді екен. Ал мектеп директоры оқиға білім ошағының ішінде болмаған дейді. Қазір психологта оқушылармен жұмыс жүргізіп жатқан көрінеді. Жәбір көрген жеткіншектер сабақта жоқ. Әлі де ол соңына дейін зерделенеді. Қазіргі таңда нақты дәлел ақпарат жоқ. Ал Байзақ аудандық полиция бөлімі ата-аналардың арызын қабылдап алғанын ғана айтты. Ата-аналарға сараптамада балалардың денсаулықтарына зақым келмеген депті. Бұған сенбейміз деген олар Алматыға барып қайта сараптама жасатпақ. Данияр Әлімқұлы, Айбат, жаңалықтар қызметі.